Саламатсыздар ма? Мен бүгін сіздермен дұрыс тамақтануға арналған банан қосылған сұлыдан жасалған құймақтың рецептісімен бөлісемін. ПП рецептер деп жатамыз ғой. Бұл үйдегі бар затпен жасалынатын, ешқандай да қымбат құралдар, ингредиенттер керек емес. Бар жоғы 4 сат сүт, сұлы, банан және жұмыртқа. Сұлыны бірінші блендерден езіп аламыз. Блендермен езу үшін тек уақыт көбірек кетеді. 5-10 минуттай тұруларыңыз керек. Сондықтан менде кофемолка болғаннан кейін солмен жасап алдым бірінші. Одан кейін бәрін сұлының үстіне саламыз. Бананды, жұмыртқаны, сүтті құямыз. Түгелдей 4-еуін араластырып аламыз блендермен. Міне араластырып бәрін алғаннан кейін отқа сковородкамызды қойып қоямыз. Сковородкамыз егерде түбі жабыспайтын антипригарный сковородка болса, ешқандай май жағудың керегі жоқ. Мен кішкентай ғана бірінші пісіргенде май жақтым. Жаңағы жасалған менің құймағымның рецептісінен 2 құймақ шықты. 2 адамға жететіндей. Міне осылай бетін бірінші құямызда, одан кейін бетін жауып қоямыз. 5-10 минут болып көріп тұрсыздар. Сәл-сәл тесік-тесік болып, қолға жабыспайтын болып піседі. Екіншісін құйғанда мен үстіне құйғаннан кейін 1-2 минут өткеннен кейін бананды салдым және малина, свежезамороженный малина салдым. Ал біріншісіне пісіріп болғаннан кейін жасадым, бәрінің бетін әрледім. Осылай пісіріп жатқанда құйғаннан кейін 1-2 минуттан кейін осылай әрлеулеріңізге болады. Сырды да себулеріңізге болады. Өздеріңнің қалауларыңызбен. 5 минут өткеннен кейін қолға жабыспай жақсы болып тұрған кезде көрінеді. Өзі пісіп тұрғанда арғы бетімен не істеудің керегі жоқ. Ауыстырудың осылай қылып пісіріп аласыздар. Әдемі болып 15 минутта піседі. Завтрактарыңыз, таңғы астарыңыз дайын. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болғаным өткен.